Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Мен Ғайнұрманов атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Алсайтова Айым Еркінқызы. Бүгін сіздермен бастауыш сынып оқушыларына сөйлем мүшелерін тиімді меңгертудің жолдарына арналған өз тәжірибемен бөліскім келеді. Ұсынып отырған жұмысым тапсырмалар арқылы сөйлем мүшелерін меңгерту атты бастауыш қазақ тіліне арналған әдістемелік құрал. Бұл құрал оқушылардың сөйлем мүшелерін тек теориялық емес, тапсырмалар арқылы практикалық тұрғыда меңгеруіне бағытталған. Әдістемелігінің өзектілігі қазіргі білім беру жүйесінде оқушының функционалдық сауаттылығын дамыту маңызды міндеттердің бірі. Алайда тәжірибеде бастауыш сынып оқушылары сөйлем мүшелерін ажыратуда жиі қиындықтар кездеседі. Мысалы, бастауыш пен баяндаушты, толықтауыш пен пысықтаушты ажыратуда олар шатастырып жатады. Мысалы, көп жағдайда оқушы ережені біледі, бірақ оны сөйлемнен таба алмайды. Сондықтан мен оқушыны қызығушылығын арттыратын сөйлем мүшелерін жеңіл меңгерту мүмкіндік беретін тапсырмалар жүйесін қолдануды маңызды деп санадым. Әдістемелігінің мақсаты мен міндеттері. Бұл құралдың негізгі мақсаты оқушылардың сөйлем мүшелерін жүйелі меңгеруіне ықпал ету және тілдік сауаттылығын дамыту. Осы мақсатқа жету үшін бірнеше міндеттер қойылды. Сөйлем мүшелерін таныту және ажыратуға үйрету, тапсырмалар арқылы тілдік талдау жасау дағдыларын дамыту, оқушының сауатты сөйлеуі мен жазуын жетілдіру, қызығушылығын арттыру арқылы білім сапасын көтеру. Әдістемелігінің тиімділігі. Тәжірибеде барысында тапсырмалардың тиімділігі байқалды. Оқушылардың сабаққа қызығушылығы артты, сөйлем мүшелерін ажырату дағдылары жақсарды, логикалық ойлау және құрастыру қабілеті дами түсті. Сонымен қатар оқушылар өз ойын жүйелі жеткізіп, талдау жасауға үйренді. Бұл өз кезегінде олардың функционалдық сауаттылығын арттыруға ықпал етті. Қорыта келетін болсақ, тапсырмалар арқылы оқыту сөйлем мүшелерін сапалы меңгертудің тиімді жолы деп есептеймін. Себебі бала ережені жай жаттамайды, оны әрекет арқылы түсінеді, қолданады және есте сақтайды. Сөйлем мүшелерін меңгерту барысында тиімді тапсырмалар жүйесін қолдану оқушының тілдік құзыреттілігін дамытуға мүмкіндік береді. Сондықтан бұл әдістемелік құрал мұғалімдерге практикалық көмекші құрал болады деп сенемін. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Ғайнұрманов атындағы орта мектебінің информатика пәнінің мұғалімі Сарқанбайқызы Гүлім. Сіздерге бүгін әдістемелік құралмен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Тақырыбы информатика пәнінің жаңа ғасырдағы басты мүмкіндіктері. 9-шы сыныпқа арналған элективті курс бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты 9-шы сынып оқушыларының информатика саласындағы білімін тереңдетуге бағытталған. Бағдарлама оқушылардың цифрлық сауаттылығын дамытып, технологияларды саналы әрі тиімді қолдана алатын тұлға қалыптастыруды көздейді. Бағдарламаның өзектілігі қазіргі таңда ақпараттық технологиялар қоғамның барлық саласына еніп, адамның өмір сүру салтын өзгертуде. Сондықтан цифрлық сауатты, ақпаратты талдай алатын және технологияларды дұрыс қолдана білетін тұлға қалыптастыру білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі. Бағдарламаның жаңалығы жасанды интеллект, лот, робототехника және цифрлық қауіпсіздік сияқты заманауи бағыттарды енгізуде. Бағдарламаның негізгі идеясы оқушыларды цифрлық қоғамда еркін бағдарлай алатын, шығармашыл, сыни ойлайтын және технологияларды жауапкершілікпен қолдана алатын тұлға ретінде қалыптастыру, теориялық білім практикалық жұмыстармен ұштастырылып, оқушылардың алған білімін өмірде қолдана алу мүмкіндігін береді. Және бағдарлама барысында оқушылар Scratch және Python тілдері арқылы бағдарламалау негіздерін меңгереді. Веб-дизайн, мультимедиалық презентациялар, цифрлық квесттер және ойын жасау элементтерімен танысады. Бұл бөлім оқушылардың логикалық ойлауын, техникалық сауаттылығын және шығармашылық қабілетін дамытады. Бағдарламада киберқауіпсіздікке ерекше назар аударылды. Оқушылар жеке деректерді қорғау, қауіпсіз пароль құру, фишинг және жалған ақпаратты анықтау жолдарын меңгереді. Сонымен қатар әлеуметтік желідегі қауіпсіз мінез-құлық пен цифрлық этика ережелерін қарастырылады. Бағдарлама нәтижесінде оқушылар цифрлық технологиялар тиімді қолданады, алгоритмдік ойлау дағдыларын меңгереді, бағдарламалау негіздерін игереді, ақпараттық қауіпсіздік ережелерін сақтайды, жобалық жұмыстар орындай алады, сыни шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытады. Бағдарламаны қорыта келгенде информатика пәнінің жаңа ғасырдағы басты мүмкіндіктері
бағдарламасы оқушылардың цифрлық құзыреттілігін дамытуға бағытталған заманауи курс болып табылады. Бағдарлама теория мен практиканы үйлестіре отырып, оқушыларды болашақ цифрлық қоғамды табысты өмір сүруге және кәсіби дағдылануына дайындайды. Назарларыңызға рахмет. Армысыздар, құрметті әріптестер. Мен Ғалиорманов атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Жақияқызы Жәнібек боламын. Бүгінгі тәжірибе алаңына коммуникативтік дағдыларды дамыту тақырыбындағы әдістемелік құралымды ұсынамын. Бұл әдістемелік құрал 5-ші сынып оқушыларының коммуникативтік дағдыларын, құзыреттерін дамытуға арналған. Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың тек білім алуы ғана емес, өз ойын жеткізе алуы, пікір алмасу және топпен жұмыс жасауы өте маңызды. Қазіргі қоғамда оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту білім сапасының басты көрсеткіштерінің бірі. Оқушы ойын анық жеткізетін, жазбаша және ауызша қарым-қатынасты жасай алатын болуы өте маңызды. Сондықтан да бұл функционалдық сауаттылықты дамытуға бағдарланған әдістемелік құрал. Құралдың негізгі мақсаты оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту. Сабақ барысында оқушылар тыңдау, сөйлеу, пікір білдіру, сұрақ қою, дәлелдеу сияқты дағдыларды меңгереді. Бұл олардың әлеуметтік ортада өзін еркін сезінуіне мүмкіндік береді. Курс соңында оқушылар өз ойын жүйелі жеткізе алады, сауатты жазады және топпен жұмыс жасауға бейімделеді. Сонымен қатар оқушылардың сыни ойлау қабілеті артып, қарым-қатынас мәдениеті қалыптасады. Коммуникативтік құзыреттілік оқушылардың тілдік білімін өмірде қолдана алу қабілеті. Ол 4 негізгі дағдыдан тұрады: тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым. Бұл дағдылар бір-бірімен өте тығыз байланысты дамиды. 5-ші сынып бастауыштан орта кезеңге өтудің ең маңызды кезеңі. Бұл кезеңде оқушының тілдік білімі тереңдеп, коммуникативтік дағдыда дамиды. Сабақтаста оқушылардың жаңа ортаға бейімделуін жеңілдетеді. Бұл жаста оқушылар өзін көрсетуге, пікір айтуға ұмтылады. Сондықтан сабақта диалог, пікірталас, рөлдік ойын әдістерін қолдану өте тиімді. Сонымен қатар көрнекілік пен интерактивті тапсырмалар оқушылардың қызығушылығын арттырады. Сабақ барысында рөлдік ойындар, пікірсайыстар, топтық жұмыстар ұйымдастырылады. Коммуникативтік дағдылар 4 кезең арқылы дамиды: фонетикалық, лексикалық, грамматикалық және коммуникативтік кезеңдер. Әр кезең бір-бірімен байланысып, оқушылардың тілдік тұлға ретінде қалыптасуына үлкен әсер етеді. Фонетикалық кезеңде оқушылар дыбыстарды дұрыс айтуға, екпін және интонацияны сақтауға үйренеді. Лексикалық кезеңде сөзді қорып айтылып, сөз мағынасын түсіну және дұрыс қолдану дағдылары қалыптасады. Грамматикалық кезеңде оқушылар сөйлем құрауды және тілдік нормаларды сақтауды меңгереді. Ал коммуникативтік кезеңде диалог құру, пікір айту, дәлел келтіру сияқты дағдылары дамиды. Коммуникативті дағдыларды дамыту атты осы әдістемелік құралым оқушылардың тілдік және әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Бұл құрал арқылы оқушылар өз ойын еркін және шығармашыл жеткізе алады. Сонымен қатар өзінің тілдік мәдени дағдылары қалыптасады. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Ғалиорманов атындағы орта мектебінің физика пәнінің мұғалімі. Мен сіздерге бүгін 10-шы сыныпқа арналған нанотехнология және медицина физика атты іс тәжірибемен бөліспекшімін. Бұл бағдарламаның оқушылардың заманауи ғылыми жетістіктерін таныстыруға және физикалық медицинасын байланыстыруға түсіндіреді және STEM бағдарламасының қызығушылығын дамытуға арналған. Бұл бағдарламаның өзектілігі: қазіргі таңда технологиялар мен медицина физиканың ең жылдам дамып келе жатқан бағыттарының бірі. Нанотехнология медицинасында экономикалық және өндірістік кеңінен қолданылады. Сондықтан оқушыларымыз осы сала туралы ерте жастан біліп алуға және ғылыми дүниетанымын кеңейтуге және болашақ мамандығын таңдауға бағыт береді. Бағдарламаның мақсаты мен міндеті: бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың нанотехнологияларын және медицинасын, физика негіздерін меңгерту, ғылыми ойын дамыту және зерттеушілік қабілетін қалыптастыру. Осы мақсатқа жету үшін бірнеше міндеттер қойылады. Нанотехнологиялардың ұғымдарын түсіну, медицинада қолдану, меңгеру және тәжірибе жұмыстарында жүзеге асыру. Бұл іс тәжірибеде күтілетін нәтиже: бағдарламаның соңында оқушылар нанотехнологиялар негізінде түсіндіреді, медицина құрылғыларында және физика жұмыс принциптерін біледі,
зерттеу жұмыстарын жүргізе алады. Сонымен қатар жобалық жұмыстарды жасап, ғылыми ақпараттарда саласында және өз ойын дәлелдей білуге дамытуды қалыптастырады. Нанотехнологияларды өмірде қолдануымыз бүгінгі таңда күтілетін өміріміздегі көптеген медицинаның дәрісін нақты жеткізу, экономикада жылдам құрылыстарды жасау және косметика мен киімдерді өндірістер тағамдарды ұзақ сақтау технологияларында қолдануға мүмкіндік бар. Сонымен қатар STEM тәжірибесінде бұл бағдарламаны негізінен яғни ғылыми технологияларды, инженерлік және математикалық кіріктірілу оқыту жүзеге асырылады. Оқушылардың зерттеу жасап, тәжірибеде жүзеге жоспарларын дайындап, оларды сыни ойлы қолдануға болады. Қорытындылай келе, бұл бағдарламаны оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға, заманауи технологияларын түсіндіруге және болашақ мамандықтарын таңдауға бағыт береді. Нанотехнологиялар мен медицинада, физикада болашақ ғылымдар, ал бүгінгі оқушы, ертеңгі зерттеуші. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Ғали Орманов мектебінің география пәні мұғалімі Батышева Бақытгүл Шемихан-қызы. Бүгін мен сіздерге таныстыруға алып келіп отырған авторлық бағдарламаның тақырыбы жаратылыстану пәні бойынша ОМЖМ тапсырмаларын орындаудағы әдіс-тәсілдер. Авторлық бағдарламаның міндеттерімен таныстырып өтейін. Оқушыларға өсімдіктер мен жануарлар табиғат ресурстары және физикалық құбылыстар туралы білімді тереңдету, ғылыми зерттеу әдістерін меңгерту, тәжірибелік дағдыларын дамыту және табиғатқа деген жауапкершілігін қалыптастыру. Енді бағдарламаның жаңашылдығы зерттеу тәжірибелік бағытқа негізделген, яғни оқушылар теорияны үйренумен қатар тәжірибе жасап, бақылау жүргізіп, өз қорытындыларын шығара алады. Енді бірінші бөлімге өтетін болсам, өсімдіктер және жануарлар бөлімі. Бұл бөлім өсімдіктер мен жануарлардың тіршілігі, даму ерекшеліктері және табиғаттағы өзара байланысын зерттеуге арналған. Өсімдіктердің даму кезеңдерін және фотосинтез процесін зерттеу, жануарлардың түрлерін анықтау, экологиялық байланыстар мен қоректік тізбектерді тәжірибелік зерттеу. Екінші бөлім табиғат ресурстары. Бұл бөлім ауа, су және топырақ ресурстарын зерттеуге және олардың тіршілік үшін маңыздылығын түсінуге арналған. Ауаның құрамын және қасиеттерін сипаттау, суды тазарту әдістерін зерттеу, топырақ құрамын және қасиеттерін тәжірибе арқылы анықтау. Келесі бөлім физикалық құбылыстар. Бұл бөлім физикалық күштер мен жылу құбылыстарын тәжірибе арқылы зерттеуге арналған. Күш түрлерін серпімділік, ауырлық, үйкеліс сипаттау, жылу өткізгіштік пен температураны өлшеу әдістерін түсіндіру, эксперимент арқылы физикалық заңдылықтарды негіздеу. Қорытындылай келетін болсақ, бұл авторлық бағдарлама арқылы оқушылар табиғатты зерттеу дағдыларын дамытып, өсімдіктер мен жануарлар табиғат ресурстары мен физикалық құбылыстар туралы кешенді білім алады. Сонымен қатар тәжірибелік жұмысты жүргізу арқылы логикалық ойлау, бақылау және қорытынды шығару қабілеттері де қалыптасады. Экология бөлімін, өсімдіктер, жануарлар бөлімін қамтиды, яғни бұл жерде интерактивті оқыту, лекция мен практиканың ұштасуы, әр тақырып эксперименттік жұмыспен бекітілуі, тапсырмаларды орындаудағы арнайы алгоритмдерді қолдану, яғни бұл нәтижеге жетелейтін құралдар болып саналады. Назарларыңызға рахмет.